Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамдардың ежелгі баспанасы, ежелгі баспана түрін жасаймыз. Ал сабағымыздың мақсаты аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу, сонымен қатар шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға идеяларды ұсыну, нақты дәлдігіне жетіп, материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, құю, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру. Қазір біз жұмыс ережесімен келісіп алайық. Яғни, сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сонымен қатар сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Ал енді мына жұмбақтың шешімін тауып көрейік. Төбедегі көзінен күн сәулесі түседі, бұрышы жоқ төрінен самал еркін еседі. Бұл не, қалай ойлайсыңдар? Әрине, бұл киіз үй. Ендеше киіз үй туралы бейнероликке назар аударайық. Киіз үй туралы не білесіңдер? Алғашқы тұрғын үйлер қандай болған? Киіз үйге ұқсас құрылыстар болған ба? Киіз үй қандай бөліктерден тұрады? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Киіз үй туралы не білесіңдер? Көшпелі мал шаруашылығының дамуына байланысты киіз үй пайда болды. Киіз үй қалай пайда болды? Киіз үйдің алғашқы нұсқасы қола дәуірінде пайда болған. Осы дәуірде Қазақстан жерін мекендеген тайпалар киіз үйге ұқсас дөңгелек тұрғын үйде тұрған. Ол заманғы тұрғын үйдің көне үлгісінің бірі күймелі арба немесе үстіне киіз үй орнатылған арба болған. Қазақстан жеріндегі ежелгі құрылыстың қалдықтары бізге сол замандағы сәулет өнері туралы мәлімет береді. Алғашқы тұрғын үйлер қандай болған? Алғашқы қолдан жасалған тұрғын үй кепе болған. Кепенің қалдықтары Қазақстанның оңтүстік, шығыс және солтүстік өңірлерінен табылған. Қола дәуірінде көшпелілер күмбез тәрізді қима шатырлы жертөле салды. Жертөлелер Қазақстанда, Орта Азияда және Ресейдің оңтүстігінен табылды. Кейіннен оңтүстікте тұрған үйлер шикі кірпіштен қаланса, солтүстік пен шығыста бөренелерден салына бастады. Орталық және солтүстік Қазақстаннан кейінгі қола дәуірінің жер үстіндегі үйлері табылған. Төбесі шатырмен дөңгелете жабылған мұндай ағаш құрылыстар киіз үйге ұқсайды. Ерте темір дәуірінде тұрақты тұрғын үйлер негізінен қыстауда салынды. Сонымен қатар көшпелілер қыстау қоныстармен қатар қала үлгісіндегі бекіністерді де салды. Киіз үй жылдам жығып, шапшаң тұрғызуға, түйеге артып жүруге, көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үй біздің заманымыздың 7-ші ғасырында кеңінен пайдаланылып, киіз басу белгілі бір еңбек кәсібіне айналған. Оған Алтай, Сібір, Қырым тау-тастарындағы сурет таңбалар айғақ болады. Киіз үйге ұқсас құрылыстар болған ба? Чаглинка, Петровка, Атасу, Бөгілудегі дөңгелек немесе көп құрлы, ағаш қаңқалы. Жарайсыңдар оқушылар, бұл бейнероликтен не түсіндік? Дұрыс айтасыңдар, яғни киіз үй қазақтың киелі, ежелгі баспанасы болып саналады. Оның құрылысы өте қарапайым. Ол кереге, уық, шаңырақтан тұрады екен. Сонымен қатар, киіз үй көші-қонға өте ыңғайлы баспана болған. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Ежелгі баспаналар адамдарды неден қорғаған? Қалай ойлаймыз? Әрине, ауа райынан қорғаған, яғни жауын-шашыннан, желден, салқыннан және тағы басқалары. Ал ежелгі адамдар баспаналарын қандай материалдардан тұрғызған? Дұрыс айтасыңдар, ағаш бұтақтары, сыршық, тал және тағы басқалары. Қазақ халқының ежелгі баспанасы қалай аталады екен?
Әрине, ол киіз үй. Ежелгі адамдардың басқа баспаналары қалай аталады екен? Дұрыс айтасыңдар, лашық, үңгір және тағы басқалары. Ал енді қазір жұппен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Егер сенің үйінде лего мен текшелер болса, екі үй тұрғыз. Бірін текшелерден, екіншісін легодан жасап көреміз. Енді қолымызбен итереміз. Олардың қайсысы құлады? Осылардан қорытынды жасап көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Қайсысы құлады? Әрине, текшелер құлады. Ал енді бір сергіп алайық. АСУ обогащена балансом минералов, чтобы ты открыл источник гармонии внутри себя. АСУ, будь в гармонии. Барлығымыз қайталап отырамыз. Достарым, ай достарым, туған жердің төрінде сәуле шашқан алтын күн жарқырасын көгінде. Достарым, ай достарым, тек қуаныш көңілде. Достардың көп болғаны қандай жақсы өмірде. Бүгін бастарым достарға арнап әдемі осынау әнді бастадым. Достарым, менің достарым, қосылды бүгін бастарым. Достарға арнап әдемі осынау әнді бастадым. Жарайсыңдар, оқушылар, орнымызға отырайық. Ал енді қазір тобымызбен жұмыс жасаймыз. Ол үшін жұмыс ретімен танысып өтейік. Яғни, таяқшалардың жоғары жағынан 3-4 см өлшеп, резеңкемен буып қой. Оны конус пішіні шығатындай етіп орналастыр. Баспана құрылымы нық тұру үшін ішкі жағынан ермексаз жапсыр. Матаны суретте көрсетілгендей етіп, бүктеп, қиып ал. Әдемі өрнек ойлап тауып, онымен матаны әшекейле. Құрылымды матамен орап, степлер немесе қысқышпен бекіт. Баспана үлгісі дайын. Ал енді мына үлгіге қарап баспана жасайтын боламыз. Сәттілік! Жарайсыңдар, оқушылар, өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді бұл баспананың пішіні қандай? Дұрыс айтасыңдар, конус тәріздес. Ал бұл баспананың киіз үймен немесе басқа баспаналармен қандай айырмашылығы бар? Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Жарайсыңдар. Ал сендер білесіңдер ме? Киіз үй ең алдымен көші-қонға қолайлы етіп жасалынған. Жығып жисан жалғыз ақ түйенің жүгі. Түйеге жүйесімен ыңғайланған жүк орны-орнына қойыла салады. Ал қазақтың киіз үйі әрі қолайлы, әрі тез пайдаланылатын болған. Бұның келешегі шексіз. Киіз үйді жоғалту, өзгерту мүмкін емес. Ал енді сабағымызды қорытындылау үшін желпуіш әдісін қолданамыз. Яғни, сендер бүгінгі сабақта не үйренгендеріңді желпуіштің әр бөлігіне жазып шығасыңдар. Жарайсыңдар, оқушылар. Енді сабағымызды қорытындылау үшін білім гүлі әдісін қолданамыз. Яғни, көк түсті гүл өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегеніміз. Ал сары түсті гүл
Мен сабақты жақсы түсіндім. Қызыл түсті тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Өте жақсы оқушылар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Рахмет сендерге. Сау болыңдар.